Бүгін біз ақша қаражаттары мен олардың баламаларын есепке алу, есептеу және талдау әдістерін талдаймыз. Бұл презентацияда біз қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ақша қаражаттарын басқарудың негізгі аспектілерін қарастырамыз. Ақша қаражаттарының маңыздылығы бұл кез келген ұйымның қаржылық денсаулығы мен операциялық тұрақтылығы тікелей ақша қаражаттары тиімді басқаруға байланысты. Ақша қаражаттары бұл кәсіпорын ағымдағы қызметін жүзеге асыруға, міндеттемелерді орындауға және инвестициялық мүмкіндіктерді пайдалануға қажетті ең өтімді актив. Ақша қаражаттарының жіктелуі және құрамы. Кассадағы қолма-қол ақша, кәсіпорын кассасындағы нақты қолма-қол ақшалар, күнделікті ұсақ шығындар мен төлемдерге арналған. Негізгі актив. Банк шоттарындағы ақша, есеп айырысу, валюталық және басқа да банк шоттарындағы қаражаттар. Бұл ақшалар операциялық қызметте жиі пайдаланылады және оларды басқаруда банктік жүйелер маңызды рөл атқарады. Ақша баламалар, қысқа мерзімді жоғары өтімді инвестициялар, оларды аз тәуекелмен тез арада қолма-қол ақшаға айналдыруға болады. Мысалы, қазынашылық, вексельдер, депозиттер. Ақша қаражаттарын есепке алудың негізгі қағидалары: біріншісі яғни толықтық, екіншісі дұрыстық, үшіншісі уақыттылық және төртіншісі салыстырмалық болып табылады. Кассалық операцияларды есепке алу және бақылау, касса кітабы және кіріс-шығыс ордерлері, түгендеу және тексеру, лимиттер мен тәртіп. Банктік операцияларды есепке алу және талдау. Бұл банк үзінді көшірмелері, яғни банктегі ақша қаражаттарының қозғалысы банк үзінді көшірмелері негізінде есепке алынады. Бұл құжаттар барлық кіріс және шығыс операцияларын көрсетеді. Төлем тапсырмалары мен талаптары. Банктік операциялар төлем тапсырмалары мен төлем талаптары арқылы жүзеге асырылады. Олардың дұрыс толтырылуы мен уақытылы жіберілуі маңызды. Салыстыру және сараптама. Банк үзінді көшірмелері мен кәсіпорын есепке алу деректерінің сәйкестігін тұрақты түрде тексеру қажет. Әртүрліліктерді тез арада анықтап түзету маңызды. Ақша баламалары түсінігі, түрлері және есепке алу. Ақша баламалары дегеніміз не? Бұл қысқа мерзімді, әдетте 3 айдан аспайтын жоғары өтімді және құнсыздаудың тәуекелі аз инвестициялар. Оларды қолма-қол ақшаға оңай айналдыруға болады. Негізгі түрлері: мемлекеттік қазынашылық, вексельдер, коммерциялық қағаздар, депозиттік сертификаттар, қысқа мерзімді банк депозиттері. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептер жасау. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп cash flow statement кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі ақша қаражаттарын көрсететін маңызды қаржылық есептілік құжат. Ол үш негізгі түрден қамтиды: операциялық қызмет, инвестициялық қызмет және қаржылық қызмет. Ақша қаражаттарын талдау әдістері және олардың тиімділігі. Көлденең және тік талдау. Көлденең талдау бұл әртүрлі кезеңдердегі ақша қаражаттарының қозғалысын салыстыру. Тік талдау ақша ағындары құрылымының пайыздық қатынастарын анықтау. Коэффициенттік талдау өтімділік, қаржылық тұрақтылық, рентабельділік коэффициенттерін есептеу. Талдаудың маңызы: бұл әдістер болашақ қаржылық шешімдер қабылдауға, тәуекелдерді азайтуға және кәсіпорынның қаржылық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Есепке алу мен талдаудың стратегиялық маңызы: бақылау және транспаренттілік, нақты есепке алу қаржылық операциялардың толық бақылануын қамтамасыз етеді. Шешім қабылдау, жүйелі талдау негізінде дұрыс стратегиялық шешімдер қабылдауға болады. Тәуекелдерді азайту, ақша қаражаттарын тиімді басқару қаржылық тәуекелдерді төмендетеді. Өсу